Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Сіздермен бірге Дәмді ас каналы. Біздің ағзамызға пайдалы тағам түрін дайындайтын боламыз. Холодецті. Бұл холодецті бұрын ойлайтынбыз тек қана сиырдың сіңірінен ғана жасалынады деп. Сиырдың сирағынан жасаймыз деп ойлайтынбыз. Барлық малдың жілігінен жасай беруге болады екен. Жілік көрсеңіз тастамаңыз, жинап жүріңіз. Жілігімізді саламыз қазанға, жуып тазаланған. Әрбір тамақ асқан сайын, ет асқан сайын осындай жіліктерімізден сіңірлер қалып отырады. Соны құрметті көрермендер тастамаңыздар, жинап жүріңіздер. Өте пайдалы ағзамызға. Біз коллаген дейміз, коллагенді сатып алып ішіп жатамыз. Коллагені бар кремдерді бетімізге жағып жатамыз. Ағзамызға пайдалы. Кез келген малдың жілігінен коллаген бізге келеді екен. Осыны құрметті көрермендер өте ағзаларыңызға пайдаланыңыздар. Бұны қайнатып, әбден қайнатып, сорпасын ішсеңіздер, пайдасы зор. Және осылайша сіңірін тастамай, әбден қайнатып, жұмсартып жеуге де болады. Ағзамызға өте пайдасы зор. Осындай холодецті тағам түрін дайындаңыздар, құрметті көрермендер. Енді біз әбден жиналған, мен осылайша көп жинағамын. Сіңірді үстіп, үстінен су еселеп құйып, отымызға қоямыз. Бұны жинаған себебім, құрметті көрермендер, өздеріңіз білесіздер, холодец бір күнде дайын болмайды. Әбден қайнатамыз. Міне, аз таңертеңнен кешке дейін қайнатып, кешкі орыммен сіздерге көрсетіп жатырмын. Әлі жілік сіңірден ажыраған жоқ, сүйегімізде тұр әлі. Осылайша енді бұл немізді, отымызды өшіріп, кешкісін салқын жерге қойсаңыздар болады. Балконға, болмаса сыртқа далаға қойып қойсаңыздар, қауіпсіз жерге қойып қойсаңыздар болады. Таңертең қайта бастап, екінші күн қайта бастап қайнатамыз. Құрметті көрермендер, мен сіздерге екінші күнгі кешкі дайын болған холодецімді көрсетіп жатырмын. Сүйегінен ешқандай қолдың көмегінсіз сіңіріміз ажырап түсті. Міне сүйегіміз. Бұны енді біз бөліп алып тастаймыз. Табағымызға аламыз, сүйектерді бөліп алып аламыз. Бұл холодецті жиі жасап жеңіздер. Өте ағзаға пайдалы. Бұл қатқан кезде кәдімгі желе болып қатып қалады, білесіздер. Енді біз барлық ішіндегі еті мен сіңірін бәрін бөліп аламыз. Кішкене ет қосып жібердім мен. Жіліктегі бар етті салы жібердім. Өйткені солай ұнайды. Етті қоссаңыздар да болады, қоспай тек қана сіңір түрін пайдаланамын десеңіздер де болады. Осылайша сіңірді бөліп аламыз. Сіңірді бөліп алып, турасаңыздар да өз еріктеріңізде қатып қалған қағида жоқ. Осы күйімен жаңағыдай жайпақ ыдыстарыңызға, болмаса табақтарға салып, қатырамыз холодильникке қойып. Міне бөліп алған сіңірім. Мен үстінен чеснокты турадым. Осындай қайнап жатқан кезде салған жоқпын. Осылайша тірі күйінде ішінде жүргенін қаладым. Өйткені чесноктың да біздің ағзамызға пайдасы бар екенін білеміз. Осылайша турап алыңыздар. Турамай әшейін қолдарыңызбен жұлып салсаңыздар да болады. Біресе тура, біресе турама демедіңіздер. Өйткені қатып қалған бір қағида жоқ. Кез келген ыдысымызды алып, осылайша холодецімізді салып бастаймыз. Лавровый листымды салдым. Бір әрлеп, сәндеп жасағым келді. Осылайша укроптарыңызды қалаған салсаңыздар болады. Шеттеріне чесноктармен әрлесеңіздер де болады. Әркім өз қалауынша істейді. Әрлеу міндетті емес. Осылайша қазанымыздағы қалған сорпаны құямыз. Оны бөліп алғанмен тастамаймыз бәрібір. Өстіп арасына сорпамызды құямыз. Сіңірімізді қою, сіңірлерімізді саламыз, қоймалжындарымызды салып, сорпамызды құйып, осылай дайындаймыз.
Бұны холодильникке қойып қоямыз. Түнемеге холодильникте қойып қойдым. Таңертең таңғы асқа дайын болып тұрады. Өте керемет осындай холодец жасаңыздар. Ағзамызға өте пайдалы коллагенді жейміз. Қартайғыңыз келмесе, әжім түспесін десеңіздер, холодец жеңіздер. Сіздермен бірге болған Дәмді ас каналы. Астарыңыз дәмді болсын. Лайк басып, пікір қалдырып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сау саламатта болыңыздар, құрметті көрермендер.